Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанынан кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңес құрылды. Астанада ұйымның алғашқы отырысы өтті. Кеңес құрамында парламент, сенаты мен мәжіліс депутаттары, бас прокуратура, қаржы министрлігі, қаржы полициясы, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі және бақ өкілдері бар. Кеңес төрағасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының сенаттағы өкілі Ғани Қасымов. Басқосуда қылмыстық және қылмыстық процессуалдық кодекстерінің жаңа редакторларына алынады. Сондай-ақ елдегі іскерлік ахуалды жақсарту үшін экономикалық қылмыс бойынша ізгілендіру шаралары қажет екендігі сөз болды. Әр субъектілердің мүдделері мен құқықтарына қысым жасалатындығына қатысты мысалдар келтіріліп, бұдан былайға оларға заңдылық қолдау көрсетілетіндігі айтылды. Бүгін мінекей мына кедендік комитетке қарсы шыққан бір шағымдар бар, екеуінің келіспегендер түрінен. Содан кейін жаңағы жергілікті монополиялар қысымдық көрсетіп отқан шағымдар кездеседі. Ең көп шағымдар осындай жергілікті органдарға, жаңағы жергілікті әсіресе монополия, электр қуат беретін, су беретін жағдайлар, жер кей кезде мәселелерінде шығып жатады. Кеден одағында бірінші басталған кезінде ол енді өкінішке орай деп айтуға болады. Біздің Қазақстанның кәсіпкерлерінің көп мүдделері байқастырмай, қаралмай қалған. Очень много жалоб. Шағымдар өте көп. Еліміздің түпкір-түпкірінен кәсіпкерлер өз құқықтарын қорғауға қатысты өтініштер білдірген. Кәсіпкерлердің хаттары негізінде бас прокуратура мен бәсекелестікті қорғау агенттігіне ұсыныстар жолданады.